Саламатсыздар ма? Құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз шет елдердегі адвокатура. Қаралатын сұрақтары: Германиядағы адвокатура, ақш адвокатурасы және Франциядағы адвокатура. Енді Қазақстандағы адвокатураның рөлі мен қызметін терең түсіну үшін басқа елдердің адвокатурасының кең тәжірибесіне назар аудару керек. Енді шет елдердегі адвокатураның жүйесін оқу ол өз еліміздің адвокатура институтының дамуына көмектеседі. Германияда адвокаттар алқасы қызмет көрсету саласының ұйымы емес, құқық қорғайтын қоғамдық ұйым болып табылады. Яғни адвокатура алқасы өз қызметін адвокатура туралы федералдық заң бойынша жүзеге асырылады. Осы заңға сәйкес Германиядағы адвокаттар алқасының басты мақсаты ол азаматтар мен ұйымдарға заң көмектерін көрсету болып табылады. Адвокаттардың барлық қызметтері азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын өздері жүзеге асыруына көмектесуге және олардың заңды мүдделерін кез келген мемлекеттік және қоғамдық органдарда қорғауға бағытталған. Яғни адвокаттар алқасы жоғары заң білімі бар тұлғалардан тұратын құрылтайшылар топтарының өтініштері арқылы құрылады. Германиядағы адвокаттар алқасы заңды тұлға болып табылады, яғни өзінің атауы, белгіленген мөрі мен штампы болады. Адвокаттар алқасының жоғары органы ол алқа мүшелерінің жалпы жиналысы конференция, яғни оның атқарушы органы төралқа, ол бақылау тексеру органы және тексеру комиссиясы болып табылады. Адвокаттар алқасының төралқасын алқа мүшелерінің жалпы жиналысы құпия дауыспен 3 жылға сайлайды. Алқа төралқасын санында жалпы жиналыс белгілейді. Төралқа өзінің құрамы арасынан ашық дауыспен алқа төрағасын және оның бір немесе бірнеше орынбасарларын сайлайды. Тексеру комиссиясы ашық дауыспен өз құрамынан төрағасы мен орынбасарын сайлайды. Тексеру комиссиясы ол адвокаттар алқасы төралқасы мен заң консультацияларының қаржы, шаруашылық қызметтерін тексереді. Адвокаттар алқасы өздерінің қаражаттарымен қаржыландырады. Бұл қаражаттар заң көмектерін көрсету кезінде берілген төлемдерден құралады. Бұл қаражаттарды заң консультациялары жіберіп отырады. Ал қорына жіберілетін төлемдердің мөлшерін жалпы жиналыс белгілейді. Бірақ ол заң консультацияларына түскен сомалардың 25%-нан жоғары болмауы керек. Алқаның қаражатын пайдалану кезінде төралқа бекітілген сметаға сәйкес жүргізеді. Мемлекеттік және әлеуметтік сақтандыру төлемдерін адвокаттар алқасы заңдарға сәйкес төлеп отырады. Адвокаттардың штаттары, лауазымдық жалақылары, жалақы қоры мен шығыс сметалары Германияның қаржы органдарында тіркелуге жатпайды. Яғни адвокаттар алқасы мемлекеттік және жергілікті салымдар төлемейді. Енді адвокатура елдің құқықтық мәдениетінің құрамдас бөлігі болып табылатын. Сондықтан біздер ақш мен Францияның адвокатурасын қарастырамыз. Яғни құқық теориясы бұл мемлекеттерде әртүрлі құқықтық жүйелердің, яғни англосаксондық, романо-германдық деген сияқты ерекше өкілдеріне жатқызылады. ақш-ның күрделі құқықтық жүйесі ол американдық қоғам өмірінің құқықтық реттеу рөлінің жоғарылығы, яғни адвокат мамандығының басқа мамандықтармен салыстырғанда ерекше орын алады. Заңгерлер ақш экономикасының мемлекеттік саяси механизмдерде
көптеген маңызды лауазымдарды алады. ақш-ның 4 президентінің 25-і заңгер. Соның ішінде мамандығы бойынша адвокаттар болған ол. Линкольн, Рузвельт, Труман, Никсон, Клинтон. Сенаторлардың 3-тен 2-сі және Конгрестің өкілдер палатасының жартысы олар заңгер болып табылады. Заңгер дипломының иегері болып, штат губернаторларының жартысы және 40% заңгер, мемлекеттік аппараттың 25% астамы бұрынғы адвокаттар. ақш-тағы заң білімі 2 сатыдан тұрады. Ол бірінші сатысы орта білім алғаннан кейін басталатын колледж. Яғни оқу мерзімі оның 3-4 жыл. Түлек көркем өнер бакалавры дипломын алады. Екіншісі бұл жоғары кәсіби білім. Оның арнайы мектеп немесе университет колледждерінде тек қана жалпы білім колледжін аяқтағаннан саналады. Оқу аяқталғаннан кейін түлек диплом және юриспруденция докторы дәрежесін алады. Бұл заң тәжірибесімен айналысу үшін қажет және жеткілікті болып табылады. Енді жоғары заң оқу органының түлегі ол бірден адвокат тәжірибемен айналыса алмайды. Адвокатты тәжірибеге патент алу үшін ол қосымша аттестациядан өту тиіс. Яғни патент ол ақш-ның барлық аумағында емес, тек сол тәжірибе өткелі отырған штаттың аумағында айналысуға құқық береді. Адвокаттың тәжірибеге жіберу шарттары ол штаттың жоғары сотымен белгіленеді. Ал жіберу мәселесін адвокатураға жіберу бойынша ол арнайы комиссия шешеді. Бұл комиссия штаттың адвокаттар ассоциациясымен немесе соттың не штат губернаторының тағайындауы бойынша құрылады. Бұл комиссия тәжірибелі заңгерлерден тұрады. Емтихан ауызша және жазбаша жұмыстардан тұрады. Яғни жазбаша жұмыс бірнеше күн өтеді. Оның барысында үміткер штаттың құқықтық нормаларын білуге, талқылауға және қолдануға қатысты 20-30 сұраққа жауап беруге тиіс. Емтихан комиссиясының шешімі сотта шағымдалуы мүмкін. Әрбір штатта адвокаттар ассоциациясы бар. Яғни көптеген тұлғалар үшін ассоциацияда мүшелік міндетті болса, кейбір штаттарда адвокаттың қызметпен айналысу үшін адвокаттар ассоциациясына мүшелік ету міндетті емес. Мұндай штаттарда адвокаттар ассоциациясы ерікті ұйымдар ретінде құрылады. Яғни жалпы ұлттық ассоциациясы болып, адвокаттар ассоциациясы болып, ол американдық заңгерлер ассоциациясы болып табылады. Яғни бұл заңгерлер ассоциациясы 2 негізгі мақсатта жүзеге асырады. Біріншісі ол құқықтың дамуына, әділ артылықты нығайтуға ықпал жасауға және азаматтарды құқықтық тәрбиелеуге жетеді. Екіншісі ол американдық заңгерлердің кәсіби деңгейін жетілдіру, заң мамандығын дамыту болып табылады. Яғни заңгерлер ассоциациясы ешқандай тәжірибелік заң қызметімен айналыспайды. Енді ақш-та адвокаттың жартысы ол жеке дара немесе 2-3 адвокаттар бірлесіп жұмыс жасайды. Дегенмен маңыздылығы бойынша негізгі болып ірі адвокаттық фирмалар табылады. Мұндай фирмалар әдетте қылмыстық істермен емес, тек қана қалталы клиенттердің істерін жүргізеді. Енді Францияның адвокатурасы. Яғни Францияда 19 ғасырдың аяғынан бастап адвокаттық кәсіптің тәуелсіздігі қағидасы тұрақтанып, елдің қоғамдық өмірінде маңызды орын алды. Яғни Францияда адвокаттар Европаның басқа елдерімен салыстырғанда тәуелсіз. Соңғы жылдары Франция адвокатурасы үлкен өзгерістерге ұшырады. Яғни қазіргі таңда сотта сөйлеуге құқығы бар адвокаттардың 3 санаты бар.
Ол солиситорлар, баристерлер және кеңес алдындағы баристерлер. Яғни солиситорлар бірінші инстанциядағы соттарда мүдделерді білдіреді. Баристерлер апелляциялық соттарда, кассациялық соттарда және мемлекеттік кеңесте мемлекеттік алдындағы баристермен білдіріледі. Францияда адвокаттық мамандыққа өту талабы өте қатал және 1972 жылғы декретпен анықталған. Ең алдымен француздық азаматтық пен жоғары оқу орнының мамандық бойынша дипломы болуы тиіс. Сонымен қатар, адвокаттар ассоциациясына мүше болғысы келетін тұлғаның соттылығы, күрделі тәртіптік немесе әкімшілік кінәсі, сонымен қатар қандай да болмасын фирманың немесе кәсіпорын банкроттығының қатысушысы болмауы тиіс. Белгіленген талаптарға сәйкес келетін тұлға кәсіби дайындық орталығында емтихан өтіп, 1 жыл оқып, теориялық курс пен тәжірибелік стажировкаға өтіп, кейін бітіру емтихандарын тапсыруы қажет. Яғни біреу ауызша, біреу жазбаша, кешіріңіздер, үшеу ауызша. Енді адвокаттар жеке дара немесе басқа адвокаттармен серіктестік жағдайында бірге отырып жұмыс жасауға құқылы. 1992 жылдан бастап адвокаттарға коммерциялық ұйымдарда жұмыс жасауға рұқсат етілген. Сонымен қатар, адвокат басқа адвокаттар жалдай алады. Басқа адвокатқа жалдаумен жұмыс жасайтын адвокаттың өз клиенттеріне құқығы жоқ. Бұл жағдайда толық азаматтық құқықтық жауапкершілікті жалдаушы адвокат алады. Ең кең тарағаны ассоциациялар мен азаматтық кәсіби серіктестер. Ассоциация бұл өз клиенттері алдында дербес жауап беретін адвокаттардың бірлестігі. Яғни адвокат кәсіби заңмен тәуелсіз деп белгіленген соң, адвокат пен клиент арасындағы қаржылық қатынастарына кірісуі шектелген. Адвокат пен клиенттің өзара қарым-қатынасының негізі болып ерікті мәміле табылады. Азаматтық іс жүргізу құжаттарын құрастыру және іс жүргізуге қатысу ол азаматтық іс жүргізу заңнамасымен белгіленеді. Кеңес бергені, сотта көмек көрсеткені, куәлікті қажет етпейтін құқықтық құжаттарды құрастырғаны және жарыс сөзге қатысқан үшін гонорар клиентпен өзара келісім бойынша жасалады. Яғни клиентпен алдын ала келісім болмаған жағдайда гонорар клиенттің материалдық жағдайы, істің күрделілігі, адвокаттың шығындары есептеле отырып анықталады. Тек сот ісінің қорытындысы бойынша гонорар мөлшерін белгілеуге төлеуге тыйым салынған, алайда клиент үшін соттың шешімі оң болса, негізгі гонорарға қосымша ақы қосуға тыйым салынбайды, яғни қосымша ақы қосуға болады. Гонорарға қатысты адвокат пен клиент арасындағы дау ол адвокаттар ассоциациясының басшылығымен шешіледі. Адвокат өзінің кәсіби міндетімен байланысты әрекеттеріне де жауапты болады. Яғни адвокат азаматтық құқықтық жауапкершілікте болады, егер консультация беру, құжаттарды дайындау және де өзінің тағы басқа кездерде өзінің міндеттерін тиісті деңгейде орындамаса, сонымен қатар істі жүргізуді бұзса, процесс кезінде көмек көрсету бойынша міндеттемелерін тиісті орындамаса, азаматтық құқықтық жауапкершілікте болады. Енді осы жауапкершілікпен қатар адвокаттар ассоциациясы тарапынан ескерту, сөгіс, 3 жылдан аспайтын мерзімге адвокаттық қызметпен айналысуға
тыйым салуу түрүндөгү тартиптик санкциялар және ең соңғы шара адвокаттар ассоциациясынан шығару қолданылуы мүмкін. Адвокаттар ассоциациясының тізімінен шығарылған адвокат басқа адвокаттар ассоциациясына қабылданбайды. Енді бүгінгі осы шет елдердегі адвокатура туралы мәлімет осындай. Назарларыңызға рахмет.